Барлығыңызға сәлем. Бүгін ұлттық тағамдарымыздың бірі жеті шелпектің рецептісімен бөлісемін. Алдымен ұнға тұз және сұйық май құйып, жылы суды бөліп құя отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін 10 минутқа демалдырып, бетін жауып қоямыз. 10 минуттан кейін тағы да илейміз. Тегіс емес жерлерін, түйіршіктеліп қалған жерлерін демалдырып қойып, тағы бір илесек, мінекей осындай жерлерін теп-тегіс нәзік қамыр болып шығады. Мен мұнда чебуреки мен шелпекке арнап үлкен қамыр жасап жатырмын. Бұл қамырды қазір екіге бөліп, бір жағын 7 бөлікке бөліп, шелпекке дайындап аламын. Және оларды жұқалап жаямыз. Жайып болғаннан кейін барлығы бірдей болып шығу үшін табанын көлемінде етіп, доп-домалақ қып кесіп аламыз және шетіне қалған қамырларды қосып шелпек жасаймыз. Осылайша 7 шелпекті жұқалап жайып, домалақтап кесіп аламыз. Енді табанның жартысына дейін май құйып, оны орта отта қыздырамыз. Шелпектерімізді салып пісіре береміз. Шелпектің осылай бүктеліп қалған жері болса, қасықтың көмегімен ашамыз. Видеода көріп отырғандай, екінші бетіне де май тиіп, екінші беті де қуырылу керек. Екінші жағы да, астыңғы жағы да бір сәтте қуырылу керек. Шелпектің бір жағының пісуі 15 секундтай ғана уақытты алады. Газдың қасынан кетпеңіздер. Және аударған кезде осылай ағарып, кеуіп, пісіп тұрады. Бұны жұқалап жайылған шелпектерді қызартып жібермеңіздер. Қызартқаннан кейін ол қатып қалады. Егер қызартып пісіргілеріңіз келсе, қалыңдау қылып жаясыздар. Осылайша барлығын қуыра береміз. Қуырып жатқан кезде, егер шелпектеріңіз көтеріліп кететін болса, оны басып қамырды майға тигізуіміз керек. Қамырдың барлық жағы майға тиіп тұру керек. Міне қараңыздар. Басып қуырамыз. Міне артық қалған қамырлардан осындай қалыңдау қылып, ең соңғы шелпекті пісіріп алдым. Оны және кішкене қызартып пісірдім. Осымен аппақ болып шығатын және қатпарлы, жұп-жұмсақ болып пісетін шелпектеріміз дайын. Менің каналым сіздерге ұнаса жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.